Қос бауырдың махаббаты. Ертеде егіншілікпен айналысатын ағайынды екі жігіт өмір сүріпті. Үлкені үйленген, бауы шағалы болса, кішісі жалғызбасты бойдақ екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күні інісі: "Мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалары көп, ал мен жалғызбын, ішім жеуіме көп жетіп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой" деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп ағасының ұрасына білдірмей төгіп кетеді. Осы сәт әдет болып күнде жалғасады. Осы күндері ағасы да інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. "Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйіп олар әйелім мен жәрдемдесетін балаларым бар, ал інім жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе?" деп ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз ұраларындағы дәнін ортая қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген не? Бұл өмірді хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде жағымды иісінен ажырамай тұрады.